7 сынып физика 3-90-ға арналған БЖБ-2. Бала жүкті орнынан қозғалтқанда қай жағдайда көбірек жұмыс жасалады? Бізде жалпы негізі жұмыстың формуласы ол А тең болады F көбейтілген S. Енді мына бірінші А суретінде бала 5 ньютон күшпен жүкті 6 метрге жылжытты. Бұл кезде жұмысты табайық. Ол үшін 5-ті көбейтеміз 6-ға, ол 30 джоуль болады. Бұл бізде А жағдайындағы жұмыс. Ал енді біз Б жағдайындағы жұмысты табу үшін Б жағдайында бізде 15 ньютон. Яғни 15-ті көбейтемін 2-ге, ол 30 джоуль болады. Енді қарап отырсақ, екеуінде де 30 джоуль шықты ғой жұмыстар. Значит, А жағдайындағы жұмыс пен Б жағдайындағы жұмыс бір-біріне тең деген сөз. Кетіп келесі. Арбаны суретте көрсетілген бағытта 4 метр жерге сүйретіп апарылды. Жасалған жұмысты анықтаңыз дейді. Ең бірінші бізде жалпы динамометрдің көрсетуі қандай болып тұр? Мынау динамометрдің көрсетуі бізде 1 мен 2-нің дәл ортасында, яғни динамометріміз бізде 1,5 ньютонды көрсетіп тұр. Значит, жұмысты табатын болсақ, осы 1,5-ті көбейтеміз 4-ге, ол 6 джоуль болады. Арба 5 секунд қозғалғандағы өндірілген қуатты есептеңіз. Бізде қуаттың формасы ол жұмысты уақытқа бөлеміз. Біздегі жұмысымыз 6, оны бөлеміз 5-ке, ол 1,2 ватт болады. Кетіп келесі. Тереңдігі 9 метр, көл түбінде массасы 3 тонна, көлемі 0,5 метр куб болатын тас кесегі жатыр. Тас кесегінің салмағы, жалпы салмақ бізде mg формуласы бойынша анықталады. Бізде тас кесегінің массасы 3 тонна, яғни 3000 килограмм. G деп отқанымыз 10-ға тең, значит, ол 30 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон болады. Салмағы. Тас кесегінің судағы салмақ. Жалпы судағы салмағын табу үшін біз мынау салмақтан Архимед күшін азайтамыз. Біздегі П салмақ белгілі, ал Архимед күші деп отқанымыз ρ сұйықтық GV дене формасы бойынша анықталады. Біздегі П салмағымыз 30 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, азайтам. Сұйықтық, яғни су болғандықтан тығыздық 1000-ға тең болады, G 10-ға тең болады, ал дененің көлемі 0,5-ге тең болады. 0,5-ті 10-ға өтсек 5, 5-ті 1000-ға өтсек 5000 болады. 30.000-нан 5000-ға айтсақ, бізде 25000 ньютон болады. Тасты көл бетіне көтеріп шығару үшін жасалған жұмыс. Жалпы бізде жұмыстың формуласы ол П судағы салмағын біздің жағдайда мынау H-қа көбейтеміз тереңдікке. Бізде судағы салмағы 25000-ді көбейтемін 9-ға. Енді есептейміз. 225.000 джоуль болады. Қуаты 2,5 киловатт болатын көтергіш кранның тас кесегін көл бетіне шығару үшін жұмсаған уақыты. Жалпы уақыт негізі қуаттың формасы бізде А бөлінген Т формасы бойынша анықталады. Осы жерден біз уақыт табатын болсақ, ол жұмысты қуатқа бөлеміз. Біздегі жұмысымыз 225.000, оны бөлемін мен 2,5 киловаттқа, яғни 2500-ге. Мынаның 2 0 мен 2 0 қысқарады. Енді есептесек болады. 90 секунд болады екен. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жасын басып қой. Осы БЖБ талдау достарыңа тарат.